Француз және радуга салаты екі түрлі өте дәмді және оңай жасалынады. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Керек заттар видеоның астында толық жазылған. Корейский теркадан өткізілген морковь, одан кейін қызылша, картошка пай алдын ала теркадан өткізіп қуырып алдым. Балғын қияр, балғын қызанақ, суға піскен ет, анар, бір үлкен анар алсаңыз жетеді, және 1,5 немесе 2 банка осындай горох керек. Кезекпен алып, бәрін табаққа салып шығамыз. Әдемілігі үлесу үшін түсін әртүрлі қылып, әрбір жерден қойсаңыз болады. Мысалы, еттің қасына жасыл қияр, одан кейін қызылша, шикі қызылшаның сыртын ашып, корейский теркадан жай ғана өткізе саламыз. Бір күн бұрын дайындап қойсаңыз болады осы ингредиенттардың барлығы. Сәбіз, шикі сәбізді теркадан өткіземіз. Сәбіздің қасына горох. Кейін ұзынша ретінде туралған балғын қызанақ. Одан кейін картошка пай. Бұны да теркадан өткіземіз, соломка теркадан корейский. Одан кейін қызып тұрған майға бауырсақ ретінде қуырып аламыз. Қуырмас бұрын алдын ала құрғатып аламыз. Одан кейін майонез аламыз. Майонезді ортасына молығырақ етіп құямыз. Майонездің бетіне анардың дәндерін сеуіп шығамыз. Француз салаты дайын. Қараңыздар, қандай әдемі, түрлі түсті, өте дәмді болып шығады. Ингредиенттары қымбат емес, молынан болып шығады. Бізге керек өнімдер: крабовые палочки, 4 тығып туралған кириешки, қияр, помидор және 2 банка кукуруза, майонез. Барлығын радуга ретінде жинаймыз. Бізге 4 жерден шығады. Одан кейін қияр, одан кейін кукуруза, қызанақ, одан кейін кириешки. Кириешки дайын 4 туралғанын сатып алсаңыз болады. Және майонез молынан бетіне құйып шығамыз ортасына. Оңай және тез жасалатын өте дәмді радуга салаты. Екі түрлі өте дәмді және оңай салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.